Қайырлы күн. Бүгін біздер өте әдемі тағы бір жаңа жылдық салат дайындаймыз. 100 грамм сиыр етін уақтап кесеміз. Бір піскен картопты үккіштен өткіземіз. Бір сәбізді де үккіштен өткіземіз. Піскен бір тұқымды үккіштен өткізіп аламыз. Және шағын бір қызылшамызды да үккіштен өткіземіз. Ингредиенттеріміздің барлығы дайын. Енді әдемі тарелкамызға салатымызды жинаймыз. Астына майонез жағып аламыз. Бірінші слой ет. Оның үстіне шымшым тұз және тағы да майонез. Екінші слой картошка. Тағы да шымшым тұз бенен майонез ұмытпаңыз. Сәбіз саламыз. Әдеттегідей тұз бен майонез. Қызылша саламыз. Тағы да тұз бен майонез. Мен майонезді ұмытып кеттім. Қайтып майонез салдым. Одан кейін соңғы слой тұқым. Майонез жағып, оның үстіне аз-көк саламыз. Аз-көкті уақтаймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеомды соңына дейін қараңыздар. Рахмет. Ең соңғы ингредиентіміз гранат. Бұл жерде гранат тек қана әдемілік үшін емес, сонымен қатар ерекше салатқа дәм береді. Өте әдемі, дәмі тіл үйірер қысқы салатымыз дайын. Дәл осы рецептпен дайындап көруге кеңес беремін. Сендермен болған сиқырлы тағам каналы және мен Дана. Ас болсын.